Әнші, Қазақстанның халық әртісі Нұрғали Нүсіпжанов ауруханада жатыр. Бұл туралы әнші Жүгер Ауыпбаев Инстаграм желісіндегі парақшасында жазды. Нұрғиса Тілендиев пен Шәмші Қалдаяқовтай аңыз тұлғалардың көзін көріп, шығармашылық байланыс жасаған қазақ шоу-бизнесінің мэрі Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз сырқаттанып ауруханада жатыр екен. Алла шипасын берсін. Нұраға, жазылып кетіңіз. Сіздің сахнаға шыққаныңызды қаншама халқыңыз күтіп отыр. Қаншама өнердегі іні, қарындастарыңыз саулығыңызды тілеп, жазылып шыққаныңызды күтіп отыр. Ауырмаңыз, жүз жасаңыз, сіз қазаққа керексіз, деп жазды әнші. Араға күн салып, қазақ эстрадасының жарық жұлдыздарының бірі Рамазан Стамғазиев ағамыз Нұрғали Нүсіпжановтың жағдайы жақсарғанын хабарлап жариялады. Әнші өз сөзінде Нұрғали ағамен кеше хабарласып, жағдайын сұрадым. Аға ауырып қалды деп жатыр. Қалыңыз қалай? Аман есенсіз бе деп едім. Bir аунап тұрдым, қаттылау келді. Түрі жаман деп біраз әңгімелестік. Шүкір, қазір жағдайы жаман емес. Сахнаға шығуға, ән салуға да шамасы жетіп-ақ тұр. Іштегі бір өкініш, 85 жасқа келгенде жоғарыдағы мінбедегі ақжағалылардың көңіл бөлмегеніне қайран қалып отырғанын сездім. Айтатын қаншама әні іркіліп, тоқтап тұрғаны, дүркіретіп өткізуіне көңіл бөлінбей тұрғанын естіп мен де ойланып қалдым. Қазақ өнерінің қара нары, бүткіл өмірін өнерге арнаған ақсақал абызы күнде 85 жасқа келіп жатқан жоқ. Алматының мәдениет басқармасы әкімі қайда қарап отыр? Ұят болды. Нұрғали ағамызға жаратқан күш-қуат берсін. Жасай беріңіз, Нұр аға, деді әнші өз сөзінде.